Подсолнух, комфорт и уют в каждый дом. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, айдарымыздың кезекті санын көруге шақырамыз. Наурыз айы туа, соқтың беті қайтып қар ери бастады. Десе де, қақаған аязы естен кетпес өткен қыс малшылардың өндірісі мен тұрмысына қандай ықпал жасады? Отырықтану үрдісі жүріп жатқан ал қыстақтағы малшылар қыс қырынан қысылмай өт алды ма деген сауалдарды көтеріп, тілшілеріміз жоқта Алтай қаласының өзен бойына орналасқан ауыл қалашықтарына барып, малшылардың хал жайын біліп қайтқан болатын. Енді хабарымызды онан ары сабақтаймыз. Алтай қаласы егін шаруашылығы мен мал шаруашылығын ұштастырған мал шаруашылығы қауры өркендеу үстіндегі қала. Қыстаулықтарына 500 мың бас әртүрлік мал қыстайтын Алтай қаласы соңғы жылдар ішінде отырықтану тебінің күшейтіп, малшыларды жем шөпті мойнына жинауға жұмылдырып келді. Қалың қар мен қақаған аяз биыл да малшыларды аз әуреге салған жоқ. Әсіресе жем шөптің жетіспеуі ішінара малшыларды тығырыққа тірегендей болды. Ал Алтай қаласының өзен бойына орналасқан ауыл қалашықтары жем шөп қорын ерте дайындап, қыс қамын жаз ойлағандықтан малдары шығынға ұшырай қойған жоқ. Шірікші ауылы соңғы жылдары малшыларды отырықтануға жебеп, осы заманғы мал шаруашылығына ойысу қадамын жеделдетті. Әсіресе өткен жаз күз айларында үгіт насихатты күшейтіп, малшыларды жем шөпті мол дайындауға жебеді. Біздің ауыл жөнін алып айтқан кезде өзен аңғар біршама тар. Біздің диқан дарымызбен малшы отбасыларының араласып қоныстау жағдай біршама күшті. Яғни бір өзеннің ар жақ бер жағында диқан малшы араласып отырады да, өзен аңғарындағы жеріміз біршама қыстан, яғни тар. Солай болса да біздің малшыларымыз өз күшіне сүйеніп арқылы өзен бойындағы бір бөлім чаппадарын чурайландыру, жем-шөп егу жұмыстарымен шұғылданып келе жатыр. Осының нәтижесінде өздерінің қыстаулық малдарына лайықты өздері күш шығарып отыру арқылы жем-шөбін толық дайындап келе жатыр. Енді ерекше табиғи апаттар болатын болса, қыс қатты табиғи апаттар болатын болса, ол қыс апатқа ұшырамаймыз деп айта алмаймыз. Өйткені әлде де біздің негізіміз әлде де жеткілікті емес. Енді бұдан кейін жерде қалалық үкімет осы өзен аңғар бойындағы табиғи жайылыстарды торлау, чурайландыру, чаппалықтарды чурайландыру жұмысын алып бармақшы. Яғни өзен бойында алып айтатын болсақ, өзен бойындағы біздің су құрылыстарымыз негізінен төтенше кемесіз, табиғи арда, кішігірім су құрылыстарына ғана сүйеніп келе жатыр. Яғни су құрылысы кемелденбеген. Біздің малшыларымыз да осы жағында талабы төтенше күшті. Сондықтан қалалық үкіметтің орналастыру бойынша кейбір объекті қаржыларға сүйеніп арқылы, бір жағы малшыларды аттанысқа келтіру арқылы өзен бойындағы табиғи чаппалықтардағы су құрылысын кемелдендіру, табиғи чаппалықтарды толық суландыру арқылы шөп өнімін арттыруға, шөп сапасын жақсартуға күш салуымыз керек. Енді біздің ауылдағы жалпы мал санымыз 60 мың тұяқтың үстінде. Енді осының ішінде қыстаулыққа қалдырылған сал 40 мың тұяқтың үстінде. Енді осы қыстаулыққа қалған малдың орналасу ахуалын айтатын болсақ, біздің бір бөлім малымыз сауыр отарына, бір бөлім малымыз, яғни 15 мың тұяқтың үстіндегі малымыз біздің мына 10-шы дивизияның 183-187 тон алаңдарына барып, сол жерден қора қалтқы, жайылыс майлап, сол жерден бір бөлім малды қыстан шығарады. Ал енді бір бөлім малымыз, яғни мына қыстаулық тағанда, енді бір бөлім малымыз өндіріс қыстақтарда бөлініп орналасқан. Енді бұдан кейінгі жылдарда, яғни бұдан кейінгі мезеттерде біздің малшыларымыз осы малды қысқырынан қалай өткізу керек, қалай болғанда жақсы өткізіп, алаңсыз өткізе алады деген ойға келетін болсақ, енді біздің қалалық партком үкімет жақынғы жылдардан бері қарай, бірқанша жылдан бері қарай бірінші мына малшыларды отырақтастыру қызметін маңдайалды орын қойып отыр. Яғни біздің Алтай қаласы арнаулы су тоспа құрылысын салу арқылы 640 текшені жем-шөп базасы
базасы етіп ашып, осы жерге малшыларды отырақтастыру жұмысын бастап жатыр. Яғни біздің малшылық Шықыстақтағы 600-ге тарта малшы отбасының әзірге дейін осы ауыл көлеміне және біртас отырақтандыру түйіні отырақтасуға қатынасқан семья саны әзір 200-ге жуық малшы отбасы отырақтасып болды. Қалған семьялар биыл және бұдан кейінгі жылдарда отырақтасу жұмысына қатынасады, яғни отырақтасу жұмысын аяқтатпақшы. Осы жолдар арқылы бір бөлім малшыларды отырақтасу арқылы олардың жем-шөптік жерін шешіп, бұдан кейінгі жерде жем-шөбін молынан дайындап, қысқынан аман етуге берік негіз қалау болып табылады. Қаламен ауылдың жебеуі және жәрдемінде осы күні селбестік кооперативтерін құрған малшылар көбейіп келеді. Мал бұрлайтын малшылар қорасын малға, қамбасын жем-шөпке толтырып, өндіріспен алаңсыз айналысты. Мал бордақылаумен шұғылданғалы қазір 9 жылға айналып барады. 8 жыл болды ғой. Бірыңғай басында қоймен араласып бауырлағанбыз, қазір бірыңғай ірі қара. 7-8 жыл болды, сонда бұрын жүзнеше бас шығаратынбыз, 150 бас шығаратынбыз. Қазір биыл соның 200 бастың үстіне шықты, қазір 40 тұяқтың үстінде тұр. Бұны енді 3-ші айға қарсы, 4-ші айға қарсы шығармақшымыз. Бұл әдеттегі немене қарағанда бұнымен мал бордақылаудың пайдасы көп енді. Жем-шөптің өзінен шығамыз негізінен. 50 мың жердің жоңышқасын қазір 3 шау боламыз. Жері қоршаулы бағып қалыққанда 3 шаулады. 3 шапқанда 150 мың жердің жоңышқасы жиылады. 200 мыңға таяу қодудың топаны дейміз, алабұршақ. Алабұршақтан сол 200 мыңға таяу алабұршақ жиямыз. 50 мың жердің сүрлемін басып алдық. Бұны сол 50 мың жерден сонда 200 тоннаға сүрлем ғой. Соны енді жемге араластырып беріп жатырмыз қазір енді. Бұл әдетте басқа мұның негізінен экономикасы жағынан да сатып алмайсыз енді негізінен. Өзімізден шыққанда бұның пайдасы да жоғары болады екен. Шыққан шығыны аз болады. Біз енді өткен бір қанша жылдан бері мал шаруашылық кооперацияларын құрдық. Енді бұдан кейінгі барыстағы міндетіміз осы кооперацияларды кемелдендіру, дамыту жұмысы болып отыр. Яғни олардың мал шаруашылық өнімдерін базарландыру, маркаландыру, олардың экономикалық құнын арттыру жұмысы болып отыр. Енді бұл жағында ауылдық және қалалық үкімет көптеген құлшыныстар жасады. Әсіресе ауылымыз автономдық мал шаруашылық ғылыми академиясы жағынан байланыс жасау арқылы, осы ғылыми академиясы біздің ауылымызға осы орынның жас мамандарын, яғни мамандарын тәрбиелеу, зерттеу базасы етіп құрған. Өткен жылдан бері қарай. Осы өткен жылдан бері осы академияның мамандары біздің ауылымыздағы осы мал шаруашылық кооперацияларының жұмысына жетекшілік ету, зерттеу, сәйкестіру, тәрбиелеу жұмыстарын алып барып жатыр. Әзір бұның өнімдері төтенше көнікті. Бір қанша кооперацияларымыздың өнімдері жемісі байқала бастады. Яғни мал шаруашылық өнімдерінде жетістіктерге жетті, яғни өзінің кірісін арттырды. Өз көлемдегі малшыларға бастамашы болды, және оларды бастап жетекшілік рөлін атқарып келді. Өздері еккен егіс дақылдарынан өнімді пайдаланған малшылар сүрлем басумен бірге сүрлем сақтау тәсілінде де жаңалық жаратып, сүрлемді суықта үсірмей, көгертпей, бабымен сақтай білді. Бұрын ашық ұраға басып, сілеумен жауып, топырақ басып сөйтетін. Ол кезде қыстарда 1-2 айдарда, 12 айдардан алуы күш екен. Тоң боқ болады, аяз. Содан кейін бұл болмайды екен бұл деп, осы 2 жыл болды. Ұраға басып, ауасын шығармай, сілеу жауып, соның үстіне енді рәсми табиғи қора секілді төбесін жапса, мәтжа салып, сырға ұстап, қамыс салып, бұлдаған төбесінен сол жоңышқа жиып тастаса біттеген биік қылып. Мая қылып төбесін жиып тастаса, содан кейін іші қора, үй, оқшаш айырмен сала бересіз. Сол малға бере бересіз ғой. Айдан қандай апат, бұрқақ, боран болып тұрсын, ішінде жүріп, үйде жүріп, жұмыс деген секілді. Алып салып, дағарлып, көлікпен апарып салып, пайдасы көп енді. Балбағай ауылы соңғы жылдары малшылардың малды ерте төлдетуіне мүмкіндік жаратты. Қыстаулықтардың нақты жағдайын ескерген қатысты орындар шар жағдайы үйлесімді жерлерде малшылардың малды ерте төлдетуіне құттықтау айтып қостады. Жақын жылдардан бері 6 қалалық
халық үкіметі, мал шаруашылық мекемесі мал шаруашылығына болған қосылымды арттырып, жем шөп базасын ашу, жайылымнан үйлесімді пайдалану, жайылым экология ортасын қорғау арқылы жайылымның тұяқкесті болуының алдын алу қатарлы көптеген жұмыстар істеп жатыр. Әсіресе мал шаруашылық орындарында негізгі су құрылыс жем шөп базасын ашу. Осының нәтижесінде енді биыл енді қыс қатты болса да негізінен қыстан өту салыстырмасы өте жақсы болды. Алайда енді барлығы тепе-тең емес. Енді әзір мына шарт жағдай бар орындарда ерте туытты жолға қойып, сол арқылы жайылым экологиясын қорғау, малшылардың жан басында кірісін арттыру қатарлы жұмыстар істеліп жатыр. Енді мына Ертіс аңғар жөнінен алып айтқанда біздің жоғары жағы мен төмен жағы тепе-тең емес. Жоғары жағында енді жем шөп базасын ашу, сүрлем егу қатарлы жұмыстар ерте басталған. Енді мына төмен жағы болса, енді биылдан бастап қалалық үкімет, мал шаруашылық мекемесі малшыларға су құрылысын жөндеп беріп, жем шөп егу жағында үлкен тиімділіктер істеп жатыр, және үгіт қызметі істеп жатыр. Төл ерте қатарға қосылып, базарға ерте шығатын, сондай-ақ жем шөбін емдеп, жайылымды тұяқ кесіліктен сақтайтын бұл бағымшылық әдісінің өнімін малшылар да көре бастады. Бұл ерте төл алудың пайдасы, бұл сені ертерек сатасың малыңды. Ауқаттануға бұл пайдалы. Оның кейін қазір айтып отырмын ғой, жайлаудағы қазір мына малдың сыйымдылығы бойынша мал бағу керек жайлауға. Оның кейін жайлан тынықтыру керек деген саясатқа негізделіп, біз ерте туғызып, малымызды 35 айда саудалаймыз. Мына төлді. Соның кейін мал санымыз да азаяды. Жайлау сыйымдылығымызға да лайықты мал алып баруға болады. Қызылтас қалашығы малшыларды жем шөптік жерінен өнімді пайдалануға жебеді. Жем шөбін мол дайындаған малшылар қыс қырынан қысылмай өтіп келеді. Қазір енді биыл жалпы алғанда біз жоңышқадан 3 рет жау алу. Жалпы алғанда шөптің күп саны 1000 күпке шейін шөп жиып алдық. Бұның жалпы жиюдағы себебіміз малды аман-есен өткізіп, малдың төлді қатарын, рыбасының қатарын толық іске қосу арқылы мол өнімділікке қол жеткізу. Жалпы алғанда бұдан басқа біз мына жем-шөп базарларында негіз етіп, мына сүрлемді де басып отырмыз. Қазір бір семья кем болғанда 16 мың сүрлемін басып отырмыз. 16 мыңда кем болғанда қазір енді 50-60 тонна сүрлем аламыз. Бұл мен жалпы алғанда үлкен кішілі бар 30 қаран шығаруға болады екен. Өзі ағайынды екемізде 350 бас сауырға барады. Осы ертеңнен бастап сауыр енді көшкелі тұр. Қазір балалар негіз жанан сол алдыңғы көшке аттанған болатын. Бүгін енді кешке болама семьялар келеді. Енді қой артынан келеді. Өкіметтің орналастыру бойынша. Жалпы алғанда қысты дайындық жаман болған жоқ, жақсы болды. Енді шөптің сыртында біз өкімет бар, ауылдық бар. Осылар көмегінде сақталған жемнен осы қыстаққа 20-30 тонна жем әкелген. Лайықты бағамен біз сатып алдық. Осы жем шөптерді бұдан кейін төлділікке сақтап отырмыз. Енді осы келгеннен кейін көп айландырмай, қырашылатын болса, осы төлді орна лайықты туыт малдарды орналастыруға ойланып отырмыз. Қызылтас қалашығы бір талай сүт өнімдері кәсіпорындары ірге тепкен, мал шаруашылығы бір шама дамыған қалашық. Отырықтану тебінің күшейтіп, малшылардың табиғи апатқа төтеп бергіш қуатын асырған Қызылтас қалашығы жем шөп қорын молайтуға берік негіз қалады. Біздің Қызылтас қалашығы жүйеден мына нәсілді сиырды ерте дамытқан қалашықтың бірі. Қазіргі нәсілді сиырымыз жалпы осы қыстақтағы бағымшылықта нәсілді сиырымыз сүт өнімін жоғары беретін нәсілді сиырымыз 8000 бастан асты. Ең жоғарғы жазғы мөлшеріндегі сүт сату салыстырмамыз күнделікті 50 тоннаның үстінде. Бұны осы отырақ өзіміздің қалашыққа ірге тепкен карханаларға сүт өнімін сату арқылы
халық осыдан кіріс көзін ашып отыр. Ал енді жақынғы жылдардан бері қарай бөліп шығарған отау, ұрпақ, отау болып, семья болып шаңырақ көтергеннен кейін отырақтасуға тиісті малшымыз және де молайды. Жалпы санымыз 770 малшы отбасы болған. Осыны енді 5 жылдық жоспарға бөліп, қазір бастап істеп жатырмыз. Биылғы жылда 135 отбасын осы партияның абзал саясатының арқасында қосымша қаражат беру арқылы түрлі райондарға бөліп отырақтастырмақшымыз. Енді қазір отырақтастырудың алғашқы кезіндегі абзалдылығын, пайдасын халық бұқарасы білді. Малшыларымыз қазір осы заманғы мал бағуға ойысып кетті. Жүйеден жем-шөп базасы толық. Енді осыдан бұрынғы отырақтасқан малшыларымызға 50 мың, 60 мыңдан жем-шөп базасы бөлістіріліп берілген. Бұған қазір жоңышқасын салып, мая тіктеп, жылы қораға 200 квадраттық, 300 квадраттық қорадарға малдарын бағу арқылы, осы арқылы қолда бағып, өнімін тез көріп, оның кейін отырақтасқан районда төк, су, жол қатарлы негізгі құрылыстары өлшемді орынластырылып, бұқараның оқу-оқыту, ұрпақ тәрбиелеу, доғдырға көріну қатарлы әлеуметтік істерде жүйелі дамып жатыр. Қазір енді мына өзен аңғарындағы малшыларымыз негізінен қыс қырынан аман-есен өтті. Енді осыдан кейінгі төл алуға шұғыл даярлық көруде. Енді осы қазіргі ауа райына негізделгенде 4-ші айдың басы, 3-ші айдың ақыры негізінен осы бөктеріміз ашылып, қар еріп, төл алуға негізінен шарт жағдай әзірленеді деп отырмыз. Малшылардың табиғи апатқа төтеп берер төзімталдығын күшейтумен бірге, Алтай қаласы үгіт ісінде күшейтіп, жайылымды шұрайландырды. Отырықтану қадамын тездетіп, малшыларды жем-шөптік жермен қамдады. Осынау әбзал саясаттар мал шаруашылығын дамытуға, малшылардың өндіріс және тұрмыс ортасын жақсартуға орай берді. Қаламыз өткен жылы ауа райының ахуалында ерекше бір қардың жауы мөлшері рет саны көп. Тұтқиыл ертерек жауып, қысқы малымыз ертерек, жылдағыдан 1 айдың үстінде ертерек қолға қарады. Ал енді бұл барыста істеп отырған Алтай қалалық халық үкіметі, партком өкімет әрқайсы ауылдықтарға кезекке дейін базар бағасынан 40 тиынның айналасында төменірек осы жем шөпке беріп, осы кезекке дейін 500 тоннаның үстінде жем-шөп таратылып болды. Ал енді Алтай қаласы болса, осы жағында кезекте мына көші-қон жүзімдерін қатаңдастыру, 4 маусымдық жайылыстарды уақытында пайдалану, өз кезінде пайдалану. Міне бұның бәрі тарихтан бері қалыптасып қалған жақсы әдеттер. Енді осыны жалғасты атқару. Ал екінші мына биылдан бастап мына отырақтасқан түйіндерге сөз жоқ жем-шөп егу керек. Кем дегенде бұны 70%-тен жоғары екпесе, ол өзінің мына мал шаруашылығын дамыту жағындағы жұмыстарын істей алмайды. Ал екіншіден, мына Екіөзен бойындағы тоқырап қалған жайылымдарды, осыларға қайткен, енді бұған жергілікті үкіметіміз белгілі көлемде қаржы алып шығу арқылы бүкіл малшыны мемлекеттікі, мемлекет, ұйым, коллектив малшылардың ұйымдасқан осындай бір топ арқылы осы өзен бойындағы жайылымдарды шұрайландыру жөнінде жалғасты қызмет істеу үстінде. Ал үшіншіден, бұл отырақтасқан түйіндердің көлемін жалғасты жем-шөп егу көлемін жалғасты ашу жөнінде биыл 3 дәрежелі кадрлар жиынында қаламызда ортаға қойды. Ал енді біздің жайылым бақылап басқару енді қалай істейді дегенде, бұл осы тектес мемлекеттің, районның, жаңа қаламыздың осы малшыларға келген осындай тиімді саясаттан дер кезінде үгіт алып барып, аттанысқа келтіріп, жұмылдырып, осы жөнінде жақсы жұмыс істемекшіміз. Мал шаруашылығын дамытуда жем-шөп қорын жеткілікті дайындау үлкен шарт. Алтай қаласы икемді әдіс шаралар арқылы малшыларды жем-шөптік жерінен ұтымды пайдалануға жебеп келді. Сол сияқты жайылымды шұрайландыру, отырықтану тебінің күшейту жақтарындағы тыңғылықты қызметтер мен малшылардың қысқырынан қысылмай өтуіне мүмкіндік әперді. Жарайды, құрметті көрермендер, хабарымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.